Ол Дамир деген жігіт бізді күтіп алған. Күтіп алып өшірсек болады. Кетіңдерші, ұйықтайық. Free Art Media Group представляет. Бүгінгі жоспар біздерде Атырау Орал бағыты бойынша жүру, одан кейін Орал Ақтөбе бүгінгі күннің күнтізбесінде көрсетілгендей. Мен жоспар сендерді шығарып салып, ұйқыны жыртам. Бізді ерекше күтіп алған атыраулық бауырларымыз Дамир, Қуаныш, Жапок, сіздерге көп-көп рахмет. Ерекше алғысымды айта кететін ол біздің инстаграмдағы оқырмандар, бауырлар, достар. Жол болсын, абай болыңыздар, аман жүріңіздер, су алып алыңыздар. Сондай бір кеңестерін беріп, тілектерін, дұғаларын жасап отқан барша жандарға сіздерге көп-көп рахмет. Жолға шығардың алдында деген дайындықтар болады, және сол дайындықтардың бірі ол біздің телефонды реттеу. Барлық алда келе жатқан қалаларды біз Maps.me арқылы қарап отырамыз. Ол приложение сіздерде App Store'да немесе Play Market'тен табуға болады. Ең басты оңтайлы тұсы ол сіздер ол картаны офлайн түрде қарай аласыздар. Ең ыңғайлы бағдарлама деп айта аламын. Судная ночьтан шығып тұр. Осыша. Сағат таңғы 09:40, 11 қыркүйек. Біз қазір таңғы асқа бара жатырмыз. Атырау қаласындамыз. Оралға аттану үшін дайындық үстіндеміз. Дайындық бізге өзіміз тамақтандыру және көлікті тамақтандырумен жалғасады. Бұл сапардың қызығы сонда. Ұйқың 3 сағаттық болса да қанып тұра береді екен. Мәселен, мен сағат 4:30-да 5-терде ұйықтаған болатын. Таңертең сағат 8-де ұйқым қанып тұрды. Дамир, ер азығы мен бөр азығы жолда деген қалай сөз? Ер азығы, үйде жаттау керек қой, ер дейді. Бірақ бұған абай диш жазып тастаған. Осындай мақалдарда не болды, мақрұм болды деп айтып тастаған. Кімдікі дұрыс? Абайдікі дұрыс па, әлде басқа блогерлердікі дұрыс па? Абай кім? Абай деген Құданбаев бар қазақта. Біздің данамыз. Сол Құданбаев, блогер. Хаким Абай. Сол сөйтіп айтқан бірақ. Ол мақалға сондай сөз айтқан. Бұл мақалдарда не шықты? Мақрұм болды дейді. Сонда ол дұрыс емес пе? Ер азығы мен бөр азығы жолда деген. Яғни ол үйде болу керек па? Ер азаматтың азығы. Логически түсінікті ғой. Ер азығы, ер адам үйде жаттау керек. Асырау керек. Табу керек. Деген мағынада. Иә. Интервью бере алмайатында. Нөл ма интервью? Нөлге. Тіпті интервью алатын. Өтірі жоқ қасында, ештеңесі жоқ. Сәлем. Енді атыраулық бір күндік өмір қалай болады? Мысалға міне қазір сағат 9-10-дардан басталады. Біз базарда жүрміз мәселе. 10-ның өзі кеш болды бізде бар ғой. Сағат 8-де қайнап атады ғой мына жер. Қайнағанда. Бірақ бүгін кешігіп қайнап атқан сияқты ғой. Ол қарашы машинаның бәрі тоқтат сағамын. Бұл базардың аты қалай аталады? Дина базар. Дина базар. Білмейтін адам жоқ шығар. Дина торговый центр Дина болғандықтан ба? Мына жақта үлкен торговый центр Дина тұр. Дина болған. Бұл базарда не сатылады? Барлығы ма? Не сатылмайды де. Атырауға келсек, Дина базарды іздесек дұрыс болады. Ал бұл вокзалдың маңында, Иә, вокзал. Вокзал дейді, бірақ вокзал маңы қазір. Оң жаққа қарай шықсақ, вокзал болады. Қасындағы Дина базардан біз мысалға машинаға май алдық. Және доливка, яғни суын да толтырып алу үшін антифриз алдық. Осы антифризді алу үшін деймін да, соны Ақтаудан келдіңдер ма? Сендер бүкіл Қазақстанды аралап өтіп жатсыңдар, мен мына жерге барып келген жаман шаршаптым. Қазір мінекей біздер мотор істейтін программаны, бағдарламаны жүргізушісі мен Дамир Мырзагереев. 2000 жылғы көлік Lexus автокөлігі R300. Бұның моторының неше двигатель, неше аттың күші бар?
білмеймін ана күні бір көп ат сойып жүрді. Біраз ат кетті ғой деймін осыған. Қазір құйып жатқаныңыз не сіздің? Қазір құйып жатқан мотордың майы. Мотордың майы. Сен неге бұны қорықпай ақтаудан шығып жатқан кезде ешқандай майын да суын да қарамастан шығып кетіпсің? Неге? Барлығында қарап шығамыз, бірақ жолдың шығыны деген бар. Сол жолдың шығынын жеп келе жатыр. Май жей ма жалпы трассада машинаңыз? Жоқ, трассада кез келген көлік өзінің шығынын шығарып тұрады ғой. Бұл да расходный материал. Ал, ас болсын. Біздер таңғы ас ішуге келе жатырмыз. Әбетті уақытында келе жатырмыз. 10:30. Сағат 10:30 болды. Атыраудан шығамыз дегенше әбет болады сияқты шынында. Болсын берсе қазір. Ау. Мәкең. Бастықым, Мәкең. Шөпірігім, Сәкең. Бастық кім? Бәкең. Мастер кім? Сәкең. Тігу кім? Тәкең. Шопыр кім? Мәкең. Біздер инжир деген жердеміз. Яғни таңғы асты ішуге келдік, бірақ түс болып жатыр. Сағат неше болды? Сағат 10:46 болды. В общем, мынандай тамақ келді. Сковородкамен сразу. Дамирге де сондай мен келді. Бұл жігіт бастан жеп тастады, тұра алмай алдық. О, нан тамақ біткесін келіп отыр. Дәл қазір сер жігіт тікелей эфирде отыр. Тікелей эфирде бөлісіп жатырмыз. Қасарларын көрдік. Не айтасыңыз? Не айтасың? Кетіңдер. Біздер түскі асты ішіп, негізі таңғы ас еді, түскі ас болып кетті. Түскі асты ішіп алып, жолға дайындалайын жатырмыз. Қазір газ заправка құйып, сосын дүкенге кіріп, влажный салфетка алу керек. Сол бұйырса жолға шығамыз. Осылай көліктеріңізді тексеріп тұрыңыздар. Міндетті түрде ештеңесі бұзылмаса да бір тексеріп қараған дұрыс. Инжирдің тамағы қалай екен саған? Ну, ұнады, жақсы, бірақ шаш шыққан ғой. Кешір, сен менікіден шаш шыққан жоқ. Бірақ жақсы жер екен. Жақсы жер, жаман жер емес. Мүмкін просто маған солай болып қалған шығар. Бірақ келіп тамақтансаңыздар болады. Ыңғайлы. Айтқанда негізі Атырауға қанша мысалы жерлерді аралап көрдік. Айтқанда топ. Біз үшін енді одан да күштілері де бар шығар, бірақ біз көргендердің ішінен ең жақсы жерлердің бірі болды. Ұйқы ма Сәкен? Бұйырса Оралға шығамыз. 3 сағат па 4 сағаттық ұйқымен жүрді негізі. Ал Ақтаудан 2 сағаттық ұйқымен шыққан болатынбыз. Сондықтан барымша Сәкенді ұйықтатпауға тырысам. Менің міндетім, менің жұмысым сол. Бұйырса Құдай қаласа. Индерді ішме жайлап. Индер жақсы бет болмаса. Білем индерді. Индерді бесі білем. Индердің қызын. Бәсе что-то тіп-тіке Дамир. Аман есен барып келіңдер, қанаттағы ақтырмай, тұмсықтыға шоқпай, дерс қылып. Сіздермен бірге болған Дамир Асаба. Базуғыл Асаба. Рахмет. Жол көрсетіп жатқан бауырымыз. Көп рахмет, Алла разы болсын. Жол. Не отырсыз деген. Жол бітір, қара жол басы, үйсірап үйдің бәрін бұзып жүріп. Андай контрсайкта қыдай ма? Давай. Рахмет, Алла разы болсын. Пошел на... Ай, Дамир! Сәкен, іш пісіп кетті да. Давай ойнайық.
тығыспақ ойнайық. Тығыспа? Давай. Мен санайым, сен тығыласың, давай. 1, 2, 3. Ал, Сәкен іздейміз. Сәкен. Сәкен. Ұзып қалдың ба не? Ұзып қалдың ба, тауып алдың ба сен? Тығылмайсың ба дұрыстап, артынан ма бір? Бала күннен өсіп тұғатын еді. Тағы бір ойын. Параша, қоласпақ. Боласы ма? Мә, сенен. 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 Уча! Өшім, осындай ойын. Осындай керемет ойындар. Сол көшіба ойнаймыз. Кім екен ол? Сәкен бе екен? Айдын сияқты. Карлсон? Артында жоқ түсі. Моя беременная жена? Нет? Гарри Шпроттер! Бако. Тауып аласың. Надан тауып алдым. Сол... Бижерс! Бижерс слабый. Давай сен, давай. Автоматты жүйеттім. Атпадай. Алда, биле. Атпадай. Қиындық өтсе жарық бар алда, жетесің жеңіс деген аралға, әсем аралға. Жан жағыңнан қараңғылық қоршағанда. Бәшәдек бәтір бә? Бір сәуле бар. Құрсы түнке жүрейін. Қатырас, армандасай. Біздер Оралға келдік. Орал қаласына жеттік, аман есен, Аллаға шүкір. Орал қаласы өте маған қатты ұнап жатыр, ауа райы, табиғаты, себебі Алматы қаласына қатты ұқсайды. Тамаша, мына жер тіпті әдемі екен, біз қыдыртпай жүрген сияқты. Вишня өңі. Қойшы, білесің бе? Вишня өңі дейтін жерге барып кеткен. Құрметті достар, мынау Гелин Ваген деген машинада өртіліп кетті. Ой, дәл. Ең орталық. Құлсары қарсық, зәмзәм. Оралда. Оралға кетсік, зәмзәм. Қойшым, қара. Енді Ақтөбе, зәмзәм күтеміз сені. Паталықтың. Бақтияр бауырым, рахмет Оралға келіп қарсы алып, күтіп алып қонақ қылып жатқаныңа. Бұйырса енді біздер Ақтөбеге жол жүру керек. Алматыдан айналып келе жатқан кезде міндетті түрде Оралды қыдырып қалып бірге жүретін боламыз енді. Алматыға жеткенде Асқарға сәлем, үлкен. Иә. Қош келдіңдер. Рахмет. Жүріңіздер, шығарып салайын енді. Бізді Бақтиярмен шығарып салып жатыр. Құдай қаласа, былай қарата Ақтөбеге жолға шығамыз. Қалай сөзім, былай. Иә.
картадан көріп отырмын уже бәрін. Бақтияр, давай. Алла разы болсын, рахмет. Бұйырса міндетті түрде келеміз. Дұрыс қонақ боламыз, бұйырса. Ренжіп болмасын. Рахмет. Давай, Сәке. Ал жақсы болды. Давай. Қатып қаламыз. Дәл осындай көтеріңкі көңіл күймен біз Орал қаласынан Ақтөбеге қарай жол тартқан болатынбыз. Ал Ақтөбедегі барлық материалдар, яғни фото, видеолар Қараңғы болғандықтан біз түсіре алмадық. Бұйырса келесі серияда Ақтөбеден бастап сіздерге ұсынатын боламыз. бізбен бірге болыңыздар, каналға жазылыңыздар, видеоны қараңыздар, лайк басыңыздар, бір-біріңізбен бөлісіңіздер. Және пікір жазуды ұмытпаңыздар, біз үшін өте маңызды. Рахмет.